Баршаңызға сәлем. Қазақстан Республикасының президентінің 2022 жылғы 6 қарашадағы екінші жарлығының орындау барысында әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және Қазақстан Республикасының үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы қаулысына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына тәрбиеленушілердің мынандай санаттағы отбасылардан шыққан балаларды тегін тамақтандыру ұйымдастырылған. Әр қала, облыс әкімдерінің шығарған қаулысы бойынша қандай санаттағы отбасылардың балалары мемлекеттік балабақшаларда тегін тамақтанатыны көрсетілген. Көрсетілген санатта болсаңыз, балаңыз баратын балабақшаға өтініш туу туралы куәлік және арнайы санат бойынша құжаттар көшірмесін өткізіңіз. Достар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы каналдың дамуына кішкене болса да үлес қоссаңыздар, алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен жиі бөлісетін боламын.